келгенде болып деп. Әжелер де әдемі болғысы келеді. Рас па? Тойға барамыз, қонаққа барамыз. Шымкентте жүргенімізде қонақтықта сіздердің серіктестерің Сапаргүлмен табыстым, Шарипамен. Бір үйде қонақта болдық, ылғи құдағилар отырдық. Сонан жаңа кешкі асты бешбармағымызды, әлгі мантымыз бәрін жеп алып болып, шайға дейін кішкене уақыт болады ғой, енді бір 10-20 минут. Сол кезінде алдыда біздің бәрімізге бір-бірден жағып берді, көзімізге және бетімізге. Онан кейін не байқадыңдар дейді, әдепкіде байқамадық, шамалап бір көзім кішкене сәл-пәл ашиды, бетіміз шамалап бір жаңбыр жауғаннан кейін бір болады ғой, бір белгі. Вот сондай болады екен. Жаңбыр жауып істепкеннен кейін бір жақсы бір әсер қалдырады. Екінші рет тағы да қайталап бетімізге пышылдатты. Сонан кейін қараңызшы дейді, мен бетім табақтай дәу, мен байқаған жоқпын ештеме. Ана менен гөрі жаңа тәуір әдемі қыздардікі байқалып жатыр уже. Осы мен байқағаным 40 пен 50 жастың арасындағы қыздар, міне, моментально сізілген екен, ем болады екен. Нәтиже. Одан кейінгілері тоже. Енді мен көріп тұрмыз, мен бір көзім жеңсу беді, бір көзім сәпсем қытайский, мынандай, кешіріңіз, корейский деп айтайық. Көзім нормалеп, бірақ кейін, осы 4-5 жылдықта. Менің байқағаным бір аптаның ішінде көзім мына кішкене тартып көтеріліп, мынау ашылып жатыр. Көзіме 3-4 рет жағам, менде ендай бар, олар келін қағып алды мұнады. Ана пышылдағымды сатып алып едім, оны қызым қағып алды. Дымда жоқ менде. Мен ені заказ беремін, аламын, толтырып аламын, көбірек болып ақшаның айына қарай, сосын шетінен сатамын бәрді. Кім алам дейді, пожалуйста, мен. Көзіміз көріп жатыр. Көздеріңіз, сіз аға сізде қалай болды? Көз көру, ағам жылап отыр. және көзді ұлғайтып